Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін сіздермен бірге өте дәмді, әрі жұмсақ, тез дайын болатын тоқаштар, яғни булочки дайындайтын боламыз. Менің каналыма жазылып, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Оған ашытқы, қант және ұнымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып 30 минутқа бетін жауып қойып қоямыз, себебі ашытқымыз көтерілуі қажет. Ашытқымыз көтерілді. Енді қамыр илейтін боламыз. Оған қантымызды қосамыз, ванильді қант және тұз, жұмыртқа, сұйық май мен сары май және қаймағымызды қосып, бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Тоқаштарымыздың жұмсақ болып шығуы қамырымыздың дұрыс үйленуінде. Яғни қамырымызда жұмсақ болу керек. Мен кішкене бетіне майды сеуіп, жауып қойдым. Бір жарым сағатқа қамырымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Дайын болған қамырларымызды бөлшектерге бөліп, дөңгелетіп, бетін жауып қоямыз. Әртүрлі пішінде фантазиямызға ерік беріп, неше түрлі формада тоқаштар дайындауға болады. Дайын болған тоқаштарымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Мен жұмыртқаның сарысына кішкене қаймақ қосып жағып шықтым. 180 градуста дайын болғанша пісіріп аламыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда әлі өте дәмді тағамдар пісіретін боламыз. Көп рахмет.